Құранның аяты мен басқа бабаларымыздың өлеңдерін ұштастырып көрейік енді. Құранда мынандай бір аят бар. Иннамал хаяту дуния лаибун ва лаху дейді. Шынымен мына жалған дүниелерің ол ойын мен сән салтанаттан басқа ештеңе емес дейді. Ойнап күліп асыр салып өтіп кететін жер дейді бұл. Лаиб деген кішкентай балалардың ойыны. Балалар кішкентай кезінде ойыншықтармен ойнайды ғой. Одан көп зиян жоқ, бірақ одан пайда да жоқ негізі. Бірақ лаху деген бұл үлкен адамдардың ойыны. Үлкен жасқа келген кезде дүниеге мастанып, бір пайдағы жоқ бір ойын сауықтарға салынып, әйелдердің артынан қуалап, ақшаның артынан қуалап кетуді лаху дейді. Осы дүние бірақ мысалмен дейді. Ойнап күліп өтіп кете саласың, бітті дейді. Абай атамыз соны әдемі жеткізеді ғой мынаны. Ойын, мына дүние, ойын және де күлкіден басқа ештеңе емес дегенде Абай атамыз айтады. Өмір мұхит, уақыт толқын, тез-тез өтіп жатыр уақыт. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Өмірде жанып басында бастайсың жас болып. Артында қабір, суық жер. Өмірдің алды ыстық, арты суық, алды ойын. Артқы жағы мұңға жуық дейді. Артқы жағы мұңға жуық. Басында міне өмір ойнадық, күлдік, балалық шақ, кеше бала ең келдің ғой, енді талай жасқа, көзің жетті ғой міне бір қалыпта тұра алмасқа. Алланың ұлылығын сезініп қашан басы иесің енді? Адамдарды қашан жақсы көресің? Не қызық қалды саған енді бұл өмірде одан басқа дейді. Өмір осындай. Бала құсап, әлі 40-қа келдің, әлі бала сияқтысың. 50-ге келдің, әлі бала сияқтысың.